Экономика саласындағы әрбір 5-ші жұмыс орны бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында ашылған. Қазіргі таңда ел үкіметі шетелдік компанияларға да қаржылық қолдау көрсетуде. Бүгін өңірлік даму министрінің орынбасары Қайырбек Өскенбаев осындай кәсіпорындардың біріне барып қайтты. Немістің терезе қаңқасын жасайтын зауыты қазақстандық 70 азаматты жұмыспен қамтып отыр. Олардың көбі Германияда бірнеше жыл бойы біліктілігін арттырып келген. Зауыт отандық терезе өндірісінің 10%-ын құрайды. Дайын өнімдердің жартысынан көбі экспортқа шығарылады. Біздің кәсіпорындардың қателігі, біз тек қана бір линияны қымбат қойды, өздеріңіз көресіз, 14 миллион евро деп жұмсалған, ол где-то 20 миллион доллардың көлемі ғой. Біздікілерге өте қымбатта, біз жаңыз ғана жұмыс рабочий цикл дейді ғой, соны ғана алып келемізді, олар даже жөндеу жасайтын мәшинелер толық алып келген. Германияға ешқандай сайман керек болса, ол жаққа жұмсамай, тура осы жерден 10 күн сайын тексеріп тұрамыз дейді.